жарық жұлдызы ұланғазар хамидің үстінен тексеру жүргізіп жатыр деп хабарлайды ішкі істер министрлігі. Кейбіреулері хиджаб кимегені үшін әйелдерін өлтіреді, әйелімді хиджаб киюге мәжбүрлеймін. Осылай деп әлеуметтік желіде пікір білдірген әнші ұланғазар хамиевтің басы дауға қалды. Ол қазіргі уақытта отбасындағы жанжалдардың туындауына қыз-келіншектердің хиджаб кимегені себеп екенін алға тартты. Өнер иесі болашақта тек хиджаб киетін аруға үйленетінін айтты. Шын түсініп киген әйел хиджабты басын кесіп алса да шешпейді. Басқасында шаруам жоқ, мен ертең өз әйеліме хиджаб кигіземін. Басқасы шешіп ала ма, шешіндіре ме шатағым жоқ, өзімдікіне кигіземін. Оған көнетін әйелді аламын, көнбесе алмаймын. Арабтікі ме, басқаныкі ме, маған бәрібір. Мен оны түсініп тұрмын, түсінетін әйел іздеймін. Кимесе чао деймін. Болашақ әйелімнің санын жалтыратып ешқайда шығарғым келмейді. Неге хиджаб кигізесің деген сұрақ болса, ер адам өзіне жауапкершілік алады ғой. Үйленгеннен кейін ақыретке дейін әйеліңе де сен жауаптысың, сұраласың. Ұланғазар хамидің осы мәлімдемесінен кейін оның тыңдармандары да теріс пікір жаза бастады. Әншілердің ес-түсі жоқ, бәрі аузына келгенін айтып жүр деп жазуда көпшілік.